немерелеріңізді жақсы көреді екенсіңдер, ал сол мен ажырасып, енді оңай емес, 3 бала бағу, мен де қиналдым, мысалы. Қиналған кезім болды, ақшаны жетіре алмаған кезім болды, сол кезде қайда болдыңдар? Ал қатты жақсы көріп, жандарың шығып бара жатыр екен қазір. Біздікі бала, біз бағамыз деп, әкесі болмайсың деп. Ал ажырасқан кезде қайда болдыңдар? Мен сендерге айтайыншы, жеткізушілер бар шығар араларында, жеткізіңдер. Сол 3 балаға төлеп отырған 43 мың теңге алименттерін кімге жетеді? Бір баланың садигіне де жетпейді. Менен бері айтылатын әңгіме болу керек еді, бірақ біз әйел адамдарды білесіздер, құрсыншы құртады. Жақсы адамдарды құрсын, кешірейік, адам ғой деген зат құртады да бізді. Бізді осылай қотталып, осылай жындандырып, сосын барып тынышталады олар. Неге тыныш өмір бермейсіңдер? Балаларың бақытты болды, енді мен өз бақытын тауып бақытты болуға лайықты шығармын еді. Неге маған күн бермейсіңдер, неге тыныштық бермей жатсыңдар, мен түсінбеймін сіздерді. Мен қазір айтып отқан затым уже үндемей мына жерімде тұр да. Менің бұрынғы екс-енемді айтып отырмын. Өміріме араласып, қазіргі елдердің нөміріне шығып, күн бермей, жаман басым ауырып кетті. Уже 4 күн болды, басым қоймай ауыр жүр. Бұрын есімде мен дуалады да, дуа жасалған кезде мен осындай состояниеде болдым. И дәл сол состояние опять қайталанып жатыр. Қорқам кейде, если честно, қатты қорқам. Неше ай жасалғанын білдім. Білген жоқпын, есігімнің тұтқасында бірдеңе тұрды, шаш ба, шаң ба. Мен соны тап қалам, түнде келіп, есіктің ручкасында тұрады. И содан кейін бір дуа дейтін бірдеңе істей қоймайды ғой, тесіп бере қоймайды ғой. Бір 4 ай өткеннен кейін мен уже жаман бола бастадым. Со временем денсаулығым кете бастады. Одан кейін аяғым істемей қалды, 2 аяғым істемей жүрмей қалды, жансыздан. Жүрегім одышка беріп бастады. И барып молдаға барған кезде уже солай айтты да, сен дуалаған деп. О дуаны шешкеннен кейін барып, жақсы болдың ка. Қалайсыңдар? Көңіл күйлерің қалай? В общем, өмірімде бір жайттар болып отыр. Мен айтайын ба, айтпайын ба? Білмеймін, кішкене соған фокус кетіп қалды. Мүмкін айта жатарым. Өте ауыр.